Тек тазалап қана қоймай, теріңіздің нағыз қорғаушысы болатын өнімді елестетіп көріңіз. Бір қарағанда жағымсыз қара сабындар өткір, ерекше шайыр иісі бар, шын мәнінде нағыз қазына болып табылады. Уақытпен тексерілген табиғи өнім көптеген мәселелерді шеше алды. Ол өзінің мұндай беделіне қалай ие болды? Неліктен ол дәстүрлі медицинада да, косметологияда да бағаланды? Егер сіз осы сұрақтардың барлығына жауап алғыңыз келсе, арнаны ауыстырмай соңына дейін қараңыздар. Және бүгін осы бірегей құралдың барлық құпияларын ашатын боламыз. Сонымен қатар осы шайыр негізіндегі сабынның дұрыс қолданылуы туралы егжей-тегжейлі айтып беретін боламыз. Ал бұл ақпарат сіз үшін өте пайдалы болады деген үміттеміз. Шайыр немесе дегтяр сабыны дегеніміз не? Шайырлы сабын бұл 10% концентрацияда қайың шайыры мен сабын бар қоспа болып табылады. Сабынға қара түсті дәл шайыр, яғни диокт береді. Бұл ингредиенттің арқасында сабын көптеген жағымды қасиеттерге ие болады. Бұл оны әртүрлі тері мен шаш проблемаларында қолдануға мүмкіндік береді. Шайыр белсенді емдік зат. Бұл қалың, майлы қара зат. Ол қайың қабығынан герметикалық жабық ыдыста шамамен 300 градус температурада қайнату арқылы жасалады. Бұл жағдайда қайың қабығының ыдырауы шайырдың, судың және газдардың бөлінуін түзеді. Дерматология мен косметологияда қолдануға арналған заманауи өнімдердің үлкен таңдауына қарамастан, дегтяр сабыны өзінің танымалдылығын жоғалтпай келеді. Әсіресе ингредиенттердің табиғи болуы маңызды адамдар үшін. Қайың шайыры халықтық медицинада және ветеринарияда ежелден емдік құрал ретінде ғана емес, сонымен қатар профилактикалық құрал ретінде де қолданылып келеді. Қайың шайырын табиғи антибиотик деп те атауға болады. Оның құрамында органикалық қышқылдар да бар. Бұл шайыр сабынының микробқа қарсы және қабынуға қарсы қасиеттерін анықтайды. Сонымен қатар ол керемет тазартқыш қасиеттерге де ие. Бұл сабынның негізгі әсері қандай? Жалпы мыналарды атап өтуге болады. Қышуды жеңілдетеді, ісінуді азайтады, жараларды емдейді, терінің регенерациясына ықпал етеді, аллергия көріністерін азайтады, терінің ұсақ тамырларындағы қан айналымын ынталандырады, ауырсынуды азайтады, тазартады, қабынуды құрғатады және жеңілдетеді, кератинделген қабатты қабыршықтайды, терінің түсін қалпына келтіреді, паразиттер мен бактериялармен күреседі. Осы керемет қасиеттердің барлық спектрі терінің бірқатар проблемалар кезінде сабынды қолдануға мүмкіндік береді. Ол іріңді ісіктер болған кезде қолданылады. Жәндіктердің шағуынан кейін, терінің майлы жылтырлығы кезінде және қартаю дақтарынан. Сонымен қатар шайыр сабыны псориаз кезінде де терінің гигиенасы үшін қолданылады. Бұл тіндердегі қан айналымын жақсартуға көмектеседі. Соның арқасында эпидермистің зақымдалған қабаттарын қалпына келтіру процесі жеделдетіледі. Шайыр сабыны сонымен қатар сіңіргіш және антисептикалық әсерге ие. Ал бұл бөртпелерді тезірек кетіреді. Қышу, ауырсыну және ыңғайсыздық сезімдері азаяды. Дерматологтар безеу, сибарея және демодекозбен науқастарға шайыры бар сабынмен жууға кеңес береді. Шайыр қышыма тудыратын кенелерге зиянды әсер етеді. Сондықтан оны негізгі емдеу кезінде қосымша құрал ретінде қышыманы болдырмау үшін қолдануға болады. Ұзақ уақыт жатып қалған адамдардың жаралары, күйіктер және терінің аяздан үсіп қалу кезінде дегтяр сабынының ерітінділерімен өңделеді. Ол кептіру және жараларды емдеу әсеріне ие. Шайырлы сабынмен емдеу ұсақ жаралардың, сызаттардың, микрожарықтар мен эрозиялардың тез жазылуына келеді. Ол негізгі емдеуден басқа тері мен тырнақтың саңыраулақ зақымдануына арналған емдік компоненті бар гигиеналық құрал ретінде ұсынылады. Өйткені шайырдың саңырауқұлаққа қарсы қасиеттері бар. Ол саңырауқұлақ инфекциялармен жақсы күреседі, дезинфекциялайды және мәселені басады. Аяқтардағы саңырауқұлақтарды емдеу және алдын алу үшін аяқтарыңызды сабынмен жиі жуыңыз. Аяқтарыңызға сабын көбігін 10-15 минутқа қалдырып, жиі жақпалар жасаңыз. Аптасына сабынды 2-3 рет қолдануға болады. Теріні құрғатпау үшін жиі қолдану ұсынылмайды. Сонымен қатар көптеген адамдар бұл сабынды шашпен проблемалар кезінде қолдануға бола ма деген сұрақтар қойып жатады. Иә, әрине болады. Ол қайызғаққа және бас терісінің майлылығына қолданылады. Ол артық майдың бөлінуін тежейді, қатайған тері қабатын қабыршықтайды, қышуды жеңілдетеді. Қайызғақтың себебі болып табылатын ашытқы тәрізді микроскопиялық саңырауқұлақтардың өсуін тежейді. Қайың шайыры шаштың түсуін тоқтатады және оған жылтыр береді, ал шашқа көлем береді.
Бірақ мынаны ескеру қажет. Шайырлы сабынмен жуғаннан кейін шаш қатайып, тарау қиын болуы мүмкін. Сондықтан жуғаннан кейін шашты сумен және сірке суымен шаю немесе нәрлендіретін бальзамды қолдану ұсынылады. Егер сіз шайырдың иісін ұнатпасаңыз, онда пайда болған сабын көбігіне бірнеше тамшы эфир майын қосыңыз. Мысалы, апельсин, лимон, бергамот немесе иланг-иланг. Қайың сабыны терілеудің жоғарылауы және май бездерінің шамадан тыс белсенділігі үшін жақсы қолданылады. Өйткені ол бұл көріністерді азайтуға қабілетті. Мұндай жағдайларда шайыр сабынының көбігімен душ қабылдаңыз. Сонымен қатар қолтық пен аяқты сабынмен жууға болады. Және бұл құрал ең танымал дезодорантқа қарағанда жақсы жұмыс істейді. Иісті кетіріп қана қоймайды, жалпы терлеуді айтарлықтай азайтады. Сабынның жағымсыз иісіне қарамастан денеден шыққан шайырдың иісі жеңіл жуылады, ал басқа иістер ұзақ уақыт бойы бейтараптандырылады. Өйткені ол терінің жағымсыз иісін тудыратын бактерияларды жояды. Сондай-ақ сабын герпес вирусын өлтіреді. Ол үшін сізге мақта тампонын сабынға батырып, проблемалы аймаққа жағу керек. Дегтяр сабынын интимдік гигиена үшін де, әйелдерге де, ерлерге де қолдануға болады. Жақын аймақты қырынғаннан кейін шайыр сабыны қайталама инфекциялардың қосылуына және бактериялық қабынудың дамуына жол бермейді. Шайыр сабыны жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың, соның ішінде жыныс мүшелерінің герпесінің алдын алу құралы болып табылады. Бұл сабын интимдік аймақта пайда болатын және жасқа байланысты өзгерістерден туындайтын ауырсыну мен тітіркенуді жеңілдетеді. Ал интимдік гигиена үшін шайырлы сабынды қалай қолдануға болады? Оны қолдану өте қарапайым. Таңертеңгі немесе кешкі душ қабылдау кезінде қолды сабындап, алынған көбікпен жыныс мүшелерін емдеу керек. Жағымсыз реакцияны болдырмау үшін бұл процедураны аптасына 2 реттен артық жасамау керек. Емделу жақын қарым-қатынастан кейін профилактика ретінде жүзеге асырылады. Дегенмен молочница кезінде шайырлы сабынмен жиі жуу керек. Емдік мақсатта ол барлық көріністер жойылғанға дейін күніне 1-2 рет қолданылады. Тері мен шаштың проблемалары болмаса да, қайың шайыры бар сабынды тиімді және сапалы, табиғи жеке гигиена ретінде қолдануға болады. Дегенмен күшті кептіру әсерін ескере отырып, терінің белгілі бір түріне сәйкес келетін табиғи майларды қосымша пайдалану ұсынылады. Әрине, кез келген өнім сияқты қайың шайыры бар сабынды барлығына қатарынан қолдануға болмайды. Дегтяр сабынның қарсы көрсетілімдері. Қолданар алдында қарсы көрсеткіштерді ескеру және белгілі бір сақтық шараларын сақтау қажет. Сонымен терінің шамадан тыс құрғауы кезінде, сондай-ақ жеке төзімсіздік болған кезде қолдануға болмайды. Сонымен қатар жүктілік және лактация кезінде сабынды қолданбаған дұрыс. Бұл тітіркенуге бейім жұқа, нәзік терісі бар адамдарға да жарамайды. Кейде шайырлы сабынды ұзақ уақыт қолдану күйіп жану, құрғақтық, терінің тығыздығы сезіміне әкелуі мүмкін. Ал өнімді қолдануды тоқтатқаннан кейін барлық жағымсыз белгілер тез кетеді. Интимдік гигиена кезінде сабын ерітіндісін қатты ысқыламаңыз. Оны жыныс мүшелерінің айналасына мұқият жағып, жоғарыдан төмен бағытталған су ағынымен жуып тастаңыз. Интимдік аймақта тері өте нәзік және сезімтал екендігін есте ұстаған жөн. Барлық артықшылықтарына қарамастан иісі өте қатты және біраз адамдарға жағымсыз көрінуі мүмкін. Алайда ол тек қолдану процесінде болады және одан кейін теріде және шашта қалмайды. Себебі ол ауада тез ыдырап кетеді. Сондықтан жалпы жуынатын бөлмеде сабын жабық ыдыста сақталу керек. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.